көксеген кісі. Бабылды құс тоңғалақта арба жасайтын бансыр шебердің ұнжырғасы түсіп кеткен. Аласа дуалға отырып алып, айнала шолып еді. Көзіне өзінің поқал тамымен қақпасы айқара ашық шағын шеберханасы түсті. Одан ліпіппеген арба көрінеді. Есік санлауының кебіндеген еріде көрініп қояды. Оны банда-санда күйеуіне орлана қарап қоюынан. Ет салынған қаптың да босағанын байқауға болады. Демек, бансырға балған мен балтан алып, арбатауына лызгеріп, арбаның тұтырын тегістеп. Көркіндей бояп, ауқатты біреуге сату керек деген сөз. Бірақ оның шымыр денесі орнынан қозғалар емес. Басты. Тұмшалаған ойлар алуан мәселені қопсытып, оның дүрде біреуіне жауап табатын түрі жоқ. Оның үстіне ефрат, ойпатынатын ыстық күнде аяйтын түрі жоқ. Бір сөйлесі жебедей қаталады. Шебер мойыннан сорғалаған тердің жүн басқан төсіне барып құйылып жатқанында сезер емес. Оның үйінің арт жағында патша сарайын қоршаған сатылы дуал көкке ұмтыла түсетіндей көрінеді. Дуал жанында жайғасқан бала. Туханасының алуан жарқын түске боялған мұнарасының күші аспан тіреп тұрғандай асқа. Осы бір құдіретті көріністің қалқасында барынша мұжырайған, қаптаған лашық үйлердің арасында бансыртықы да өзінше орын теуіпті. Бабылда барынша асқақтықпен бейшаралық көрініс қатар қоныстанып көзге түрткен байлықпен жанарды жүдеткен жұпыны от ешбір жоспарсыз да жүйесіз бұлға жайғасқан. Егер ол айналаға көз салудан жалықпаса, байлардың сындырлаған күймелерін, сығылысқан сынды шапаталы саудагерлер мен жалаң аяқ кедейлерді көрер еді. Арбалы байлардың өзі патшаның аспалы бағын суару үшін меспен су тасыған құлдарға жол беріп ығысқан болар еді. Бансырда қаланың ығы-жығы тірлігіне назар аударатын хал жоқ. Оның басы бірі кіріп, бірі шыққан ойлардан босар емес. Оны тек қана әлде бір шетті аспаптың дыңғырлаған дыбысы селт еткізді. Ол жалт. Қараса алдында ыржиған қалпы өзінің күйші досы Копи екен. Жаратқан жарылғасын, досым деп бастады Копи өзінің жарқын сілемін. Шамасы шынымен де солай болған секілді ой, бос отырған түріме қарағанда. Сенің бұл жетістігіне жол болсын, тіпті оны бөлісуге. Де зәрмін. Сенің мияның толы болды ғой, итпесе шеберханада ақ тер, көк тер болып жатар едім. Сондықтан одан бейшара екі шекелді. Маға шығара ғой, төрелердің бүгінгі кешкі салтанатына дейін. Сен ол, екі шекелдің өзіне сол күйінде қалай оралғанын да байқамай қаласым. Менде екі шекел болса деп мүңгірледі Бансыр, онай ешкімге тіпті. Саған да бермес едім, өткені менің барым да, нарым да сол болар еді. Ал, бар байлығым кім береді, досым ау. Не естік тұрмын, осы мен? Оби қайран қалада ұстады. Менің да бірде бір шекел болмаса, не істеп отырсың? Дуалға орнатқанын сүнге ұқсап, ойбай ау. Анау арбаны неге бітірмейсің? Сен, қалайша менің түптілір тетімді қанағаттандырмақсың? Мына тұрсың саған ұқсамайды, досым. Сенің арындаған қуатың қайда? Сені? Қай албасты басты екен? Бұл мен үшін жаратқаным сынағы болар деп келсе кетті Бансыр. Бірде менің бір түс көргенімнен басталды. Қайдағы бір оңбаған түс кірді. Түсінде мен шылғанбай болып кетіппін белдігінде. Ақша толы деміш шилан, ондағы ақшаның көптігі сондай, кедейлерге тегін шашсам да бітпеді. Ішінде күміс ақша бар екен. Оған не керектін бірін алдым, тіпті еліме түрлі шекейде сатып алыптым. Алтын ақша да бар екен, оны болашаққа деп қойып күмісін жұмсаудан қорықпадым, мені қуаныш кернеді. Сон кезде мені көрсең танымас едің, тіпті елімді де танудан қалар едім, шіркін. Оның беті тегістеліп, жүн қалмаған, қуаныштан жүзі сөйле шашады. Тура баяғы неке тойымыздағы бақытты қалыңдық секілді. Айтарым жоқ, керемет түс екен, келсе кетті Копи. Ендеше неге осындай жайлы түстен соң дуал түбіндегі құлпытас секілді қатып қалдым? Неге дейсің? Ояна келгенде қабысқан мияным есіме түсіп, жүрегім айнып кетті. Онан да түсімді бірге жорайық. Екеуміз де бір. Қайықтағы адамбыз ғой. Есінде ғой, бала кезде абыздарға барып бірге. Оқығанымыз. Бірге ойнадық. Есейе келе достығымыз жалғасты, екеумізде сағаттап тапқанымызды мезеттеп жұмсайтынбыз.
Сол кезде біздің табысымыз жақсы еді ғой. Енді міне, байлықты түсте ғана көретін болдық. Енді айуан болмаған жеріміз. Қалды ма? Оның үстіне мекеніміз Лемдегі ең бай қала. Айналамыз. Туған ырыс, береке, ал бізге содан бұйыратын емес. Жарты ғұмырда бейнеттен өткізіп, босаған меніңді маған тосып, екі шекел сұрап тұрғаның мынау, бұған қандай жауап болуы мүмкін енді? Мен саған, ала ғой, миянда. Сенмен қашанда бөлісуге даярмын дедім бе? Жоқ, досым, менің мияным да сенікіндей қабысып жатыр. Екеумізге не болды? Бізде неге күмісте, алтын да жоқ, неге шерге ас, киерге киім жоқ? Оның үстіне ұлдарымызды ойласақ тіпті бас қатат, жалғастыра түсті Бансыр. Олар бізді өкшелеп өсіп келеді ғой. Олар да, жанұялар да, олардың тіп-тұпияндар да осылайша жұпына ғұмыр кешпекте. Айналаны алтын басып жатқанда. Олардың да кешкі асы ешкі сүтімен сұлу ботқа болып қалмақ па? Бансыр, қанша дос болсақ та, сен мұндай әңгімені бұрын айтпапсың. Копи күнбідей абышып қалды. Мен бұрын бұлайша ойламаппын. Ертеңнен кешке дейін осы өлкедегі ең жайлы арбаны істеп жүрі беріппін. Жаратқаным мені бір күні байлықпен жарылқайтынына сеніп жүрі беріппін. Оның болатын түрі жоқ, ойлап тұрсам, олай болмайды екен. Жүрегім содан да езіліп тұр. Шилан берге бекітілетін миян. Менің байығым келеді, менде де жер мен малдың болуын қалаймын. Мен де үлбірген жұқа киім киіп, миянда ақша сыңғыры болғанын тілеймін. Енді бойымда күш, басымда май қалғанша еңбегімнің еш болмауын қалаймын. Бізге не болды сонша, досым, айтшы. Жұрттың алтынға алып жатқан мәселелері бізге неге бұйырмайды? Сен айтар едім деді Копи. Маған да жеңіл дейсің бе? Лера мен күй тартып тапқан ақшам сол бойда жұмсалып көреді. Ылғида жанұям ашықпасын деп сандалып жүргенім осы мен де өзімше аңсаған күйлерімнің бірін тартатындай үлкен лира аспап болғанын ойлаймын да жүремін. Патша да күйімді ертіп тыңдар еді. Жақсы болар еді, Бабылда бірде бір кісі сен секілді күй тарта алмайды ғой. Сен күйді күмбірлеткенде, патша түгілі аспандағы періштелер де ертейді еместе. Бірақ оған жетер күн қайда, егер екеумізде патша құлдарына пара-пар тақыр кетейміз. Оңырауды естідің бе? Не олар да келеді? Ол қаз-қатар тізіліп, өзеннен сүрлеуді бойлап келе жатқан жартылай, жаланаш бойларын тер жуған су тасушы құлдарды нұсқады. Олар 5 қатарға тізіліп, су толы ауыр месті көтеріп бүкшеген күйі тар көшеде қаптап келеді. Аналарды айдап келе жатқан кісіге қара, Копи қол егін бастаған қоңыраулы кісіге қолын нұсқады. Тұлғасы да бар екен. Қол егінде талай тұлға бар, олар да біз секілді адамдар. Анау ақсарлары сол тұшақтан. Қоңырқай түстілері көші елдерден. Бірақ бірі де өзен мен бақ арасында күн сайын жылдап сандалып су тасып ғұмыр өткізуде келешектерінде жақсылықтың нышаны жоқ. Төсекке саман бөстек, асқа жартылай пісі дақыл. Бейшаралардың қалы аянышты. Аяныштап. Бұлай қарағанда біздің де осылардан айырмамыз бар ма? Тек қана бостандықтамыз. Оның рас Копи. Басты тұнжыр ой баса түседі. Жылдарында қолдық тірлікпен өткізгін келмейді. Ылғи да жұмыс. Үзіліс болса іші бір. Бүкім жұртқа алтынның қалайша бұйыратынын білу керек. Шығар, сосын сол аша әрекеттені көрсек, деп ұсынды Копи. Мүмкін бір кетепанба шығар. Сұрастырып көру керекен деп қостады ойлы жүзбен Бансыр. Айтпақшы, мен бүгін ескі досымыз Архатты көрдім, алтын арбасында келеді екен. Екені басқалардай ол теріс қараған жоқ. Керісінше, менімен күлімсірей қолын бұлғап сілендескенін жұрттың бірде байқады, өзі сондай кішіпейіл. Жұрт оны Бабылдағы ең бай адам деп жүр ғой, Бансыр болғаны сөйледі. Оның байғаны сондай, тіпті қазынасы ортайғанда, оған патшаның да жүгінуіне тура келеді. Қарай көр, байлықтың қауқарын.
Оны қараңғы жерде кезіктіре. Қалсам дерем сипап қаламын ба деп қорқам. Оның жайсандырақ деді Копи. Байлық берге қыстырған шиланда болмайды. Қандай кампиған миян да қапсат, егер оны. Толтырып тұратын алтын жылға болмаса. Арқат қаншама жұмартты көрсетсе де, оның миянын қапстырбайтын табыс көзі бар. Табыс дегенім дүние ғой деп онымен келісті Бансыр. Дуал түбінде отырғанымда болмаса, шетел кесіп кеткенімде, денің мияныма ақша құятын табыс көзі болса ғой, оның жолын Арқат білуі керек. Бұлкім ол менің топас басыма ұлтырар. Менімше ол бұл ілімді өзінің ұлыны Масырға оқытқан болар. Ол Ниневияға барып, сондағы мейманханада тұрып ақ, кесінің ақылымен сол қаланың байларының біріне айналытты. Копи, сен маған жақсы ой тастадың, Бансыр жанарында ұшқын жылт етті. Жылт етті. Ескі достан ақыл кеңесті тегін алуға да болады ғой. Ал Арқат біздің ортақ досымыз, енді біздің биянымыздың сұңқардың бұтырғы ұясындай қамырағаны басты қатырмау керек. Байлықтың ортасында отырып ақшасы жүрудемден жалықтым. Байығым келеді. Қанеки, Арқатқа барып табыс табу жолын сұрайық. Мен бірдеңені ұққан секілдімін, Бансыр, біздің Байуді сенің неге білмей келгенімізді енді түсіндім. Біз оны мүлдеміз демеппіз, сен Бабылдағы ең жақсы арба жасаумен жүріпсің. Сенің бар қабілетің соған жұмсалыпты. Сондықтан сенің байлыққа қолың жетпеді ал мен. Лираны ең ұзат тартушы болсам да, кедейліктен арылмадым. Кеттік тұлықсыр Арқатқа деді Бансыр, ауыртпалықта жүрген достарымыздың бірінде шақырайық. Олар да үйренсін. Сен ылғида менің таныстарымның ішіндегі ең ақылдысың, Бансыр, сондықтан да сенің достарың көп. Айтқаным болсын. Кізір бірін жинап барайық.